Достар, сонымен қазір мен сендерге бірінші жаттығуды көрсететін боламын. Ол жаттығуды жасау үшін бізге осындай кубалда керек болады. Онымен біз аламыз да, мынау тұрған дөңгелекті аямай ұрамыз, короче. Жының келіп тұрады ғой, сол кезде. Жынды алып аласың. Аласың осылай. Короче, осылай ұрған кезде сіздің негізінен взрывной күштеріңіз дегенде взрывной күшіңіз дамитын болады, және өте жақсы прогресс болатын болады. Және тағы да сіздің бұлай жасаған кезде денеңіз үстіге қарай созылады ғой. Соның әсерінен сіз денеңізге өте жақсы нагрузка түсіресіз. Қол ғой негізі. Ау? Қол ғой негізі. Денеңізге дегенде денеңіз былай қимылдайды ғой. Бірақ негізгі қолға түседі күш. Себебі удар үшін сізге қолдың күші керек. Ал біздің мынау көрсеткеніміз өте қолға пайдалы, және сіздің соққы күшіңізді өте жақсы дамытатын болады. Кеттік, болай болса достар, екінші жаттығу. Бұл отжимания, және де бұл кездестер отжимания жай емес, ұрасыздар жіберді. Қараңыздар. Негізі астыққа кішкене жұмсақ болу керек, бірақ бәрі. Міне осылай жасайсыздар. Жерге түскен кезде көтеріліп, сосын ұрасыздар. Көрген шығасыздар, дұрыс. Осылай жасайсыздар, сол кезде қолдарыңыз осылай болады. Егер сіздерге полда істесеңіздер қатты болса, астында жұмсақ орамалды қойып алсаңыздар болады, сосын ұрасыздар. Бұдан кейін осылай жасасаңыздар, бұл кезде сіздер ұрдыңыздар, сол кезде жұтырыңыз қатайды. Ал көтерген кезде сіздің қолдың бұлшықеттері жұмыс істейді ме? Мына жер арқа, сол кезде сіздің грудаңызда жұмыс жасайтын болады. Сосын сіз осындай жаттығуды жасай берсеңіз, бұл бір пайдалысы, сіз жерді ұрасыз, сол кезде сіздің ударыңыз қатаяды, яғни соққы күшіңіз. Бір жақсы жер осы. Сондықтан да сіздерге осыны отжимания түрін көрсетіп отырмыз, және де бұдан сіздер кейін осылай жасай берсеңіздер күнде, онда сіз тіпті ағаш сындыра аласыз. Смело, иә. Келесі үшінші, бұл сіздер бұл кезде жай ғана отжимания жасайсыздар бұлайынан жұдырықпен. Оны біз бұрында көрсетіп кеткен боламыз, тағы да бірлет көрсетіп салайық, мүмкін білмейтіндер бар шығар. Бұл кезде осылай жасайсыздар. Сосын келесі тағы да төртіншісін айтып жіберейік. Ол кезде сіздер жай ғана отжимания емес, жерді ұратын боласыздар, осылай тұрып. Мен қазір біреуді салып отқан сияқтымыз, жай істеп. Осы кезде сіздердің жұдырықтарыңыз қатаяды, бұл груша ұрғаннан да қатты, себебі жер жаман қатты. Болмашы отыр, Ебай. Біз қатты жүріп кеттік. Көрінер ма, достар, сендер үшін ғой бұның бәрі. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Сіздерге барынша көмектесуге тырыстық. Жүгір шашып кеттім уже. Сіздерге жаңа бір дүниелер қостық деген ойдамыз. Осы бізді көрсеткен пайдалы жаттығуларды істесеңіздер, базар жоқ болады. Сол кезде сіздер, сосын достар, груша ұруды ұмытпаңыздар. Ол кезде жай ғана ол не керек емес, жаттығумен қоса техниканы да қосу керек. Ол кез келген жерде, сондықтан да сол техникамен бірге грушаны ұруды үйреніңіздер, сонда техника дұрыс болады ғой. Соны істеңіздер, және ең бастысы, бұл біз сіздерге үйреткен нәрселерді кейін пайдаланатын кезде жаман оймен жаман нәрселерге пайдаланмаңыздар, тек қана егер бокспен айналысатын болсаңыз, мысалы боксер болсаңыз, онда жарысқа дайындалуға осыларды пайдалансаңыз болады, егер білмесеңіз. Сосын бұдан мен уже жұдырығым қатайып жатыр десеге. Қараңыздар да өттің жұдырығым. Сосын сіздерге біреу тисе, кеше жаттығу жасағасыз, дың кеткен. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Көпшілік кеттік қой. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Егер де сіздер біздің каналға бір шет келіп отырсаңыз, онда немесе видео сізге ұнаса, онда каналға кіріп, лайк басып, комментарий, ең басты қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ондай болса видеомыз аяқталды, жұмысты тоқтатпаймыз. Сау болыңыздар, ешқашан тоқтамаңыздар. Видеомыз аяқталды, сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.